Сәлеметсіңдер ме балалар, сабағыма қош келдіңдер. Көңіл күйлерің қалай? Көңіл күйіміз тамаша болу үшін өлең жолдарын қайталайық. Ғылымның сырын ұғамыз, шығамыз білім шыңына, оқып толық пен зеректік жеткізсін бізді өренді дүние тану сырына. Өте жақсы, жарайсыңдар. Енді өткен тақырыпты есімізге түсіру үшін өзін бағалау ойынын өткіземіз. Ойын шарты: кім қандай баға алғысы келетінін, қандай баға алуға дайын екенін айтасыңдар, және сол айтқан бағаны ақтап шығып, одан да жоғары баға алуға тырысыңдар. Түсінікті ме? Ендеше кім қандай баға алғысы келеді және қандай баға алуға дайынсыңдар? Жақсы, ендеше сол айтқан бағаларыңды ақтап, одан да жоғары баға алуға тырысыңдар. Тамаша балалар. Осы ойын арқылы біз өткен тақырыбымызды есімізге түсірдік. Өте тамаша. Біздің өткен тақырыбымыз қалай деп аталады? Жақсы, менің ата-тегім қайдан басталады деп аталады. Ол сабақта ата-тек, шежіре, жеті ата және сұхбат жайлы өткен болатынбыз. Енді біздің бүгінгі сабағымыздың тақырыбын білу үшін мына сұрақтарға жауап берейік. Адамдар не үшін спортпен айналысады? Кем дегенде 3 себебін атап шық. Спорт түрлерін атап, оларды топтастыр. Бұны біз кластер арқылы құрастырамыз. Жақсы, балалар, мен неге сендерге спорт жайлы сұрақ қойып жатырмын деп ойлайсыңдар? Иә, себебі біздің бүгінгі сабағымыздың тақырыбы спорт денсаулық кепілі деп аталады. Тамаша. Енді келесі топтық жұмысымызға көшейік. 5 сұрақ стратегиясы. Топтағы балалар 5 сұрақ дайындайсыңдар және оларды жеке парақтарға жазасыңдар. Сұрақтар спортпен шұғылданудың қыстық және жаздық спорт түрлерін ажыратуына және салауатты өмір салтын сақтаудың себептеріне анықталуына қатысты болу керек. Содан кейін бұл парақтар басқа топпен ауыстырылады. Сұрақтарды алған топ 1 минут талқылап алып, оларға жауап береді. Егер балалар сендер сұрақ құруда қиналсаңдар, бірнеше мысалдар келтіріңдер. Тамаша. Балалар, енді оқулықпен жұмыс жасаймыз. Қане, бәріміз Асқар мен Айжанға назарымызды аударайықшы. Олар қандай ойда екен? Қане, оқимыз. Жақсы. Оқысақ, балалар. Кімнің жауабы сендерге жақын? Айжанның ба, Асқардың ба? Неліктен? Ендеше балалар, сендер бір пікірді таңдап, сол пікірді қорғайтын дәлел табыңдар. Тамаша, балалар, сендер бұл тапсырманы өте жақсы орындап шықтыңдар. Айжан да Асқар да спортпен айналысады. Яғни ол дегеніміз не? Спорт пайдалы. Әрі спорт денсаулық кепілі. Айжан, яғни бізде жеңіске жету үшін ғана спортқа қатысса, Асқар дені сау болу үшін спортпен айналысады. Жақсы, балалар. Енді сен білесің бе, айдарына көшейік. Әр 4 жылда бір рет олимпиадалық ойындар өткізіледі. Дүние жүзінің спортшылары кім күшті, кім жылдам, кім төзімді екенін анықтау үшін күш сынасады. Ең алғашқы олимпиадалық ойындар 3000 жылдай бұрын ежелгі Грекияда өткізілді. Балалар, сендерге сұрақ. Соңғы олимпиада ойындары қашан және қайда өтті, кім біледі? Қазақстандық спортшылардан кімдер жүлдегер атанды? Жақсы. Олимпиада ойындары балалар 4 жылда бір рет өткізіліп тұрады. Соңғы олимпиада ойындары 2016 жылы Рио-де-Жанейрода болды. Біздің қазақстандықтар 17 медальмен оралды. 3 алтын, 5 күміс, 9 қола. Олар Ольга Рыпакова, Василий Левит, Данияр Елеусінов және тағы да басқалар. Білетіндерге жарайсыңдар дегім келеді.
Ал калгандарына ғаламтор ресурстарына жүгініп, Олимпиада жайында ақпарат алуларына кеңес беремін. Енді бізде сергіту сәті. Бас, иық, тізе, аяқ, тізе, аяқ. Бас, иық, тізе, аяқ, тізе, аяқ. Көз, ауыз, мұрын және құлақ. Бас, иық, тізе, аяқ, тізе, аяқ. Тезірек жасап көрейік. Бас, иық, тізе, аяқ, тізе, аяқ. Бас, иық, тізе, аяқ, тізе, аяқ. Көз, ауыз, мұрын және құлақ. Бас, иық, тізе, аяқ, тізе, аяқ. Қанеке тезірек. Бас, иық, тізе, аяқ, тізе, аяқ. Бас, иық, тізе, аяқ, тізе, аяқ. Көз, ауыз, мұрын және құлақ. Бас, иық, тізе, аяқ, тізе, аяқ. Келіңдер, одан да тезірек. Бас, иық, тізе, аяқ, тізе, аяқ. Бас, иық, тізе, аяқ, тізе, аяқ. Көз, ауыз, мұрын және құлақ. Бас, иық, тізе, аяқ, тізе, аяқ. Тездетейік, балалар. Бас, иық, тізе, аяқ, тізе, аяқ. Бас, иық, тізе, аяқ, тізе, аяқ. Көз, ауыз, мұрын және құлақ. Бас, иық, тізе, аяқ, тізе, аяқ. Жарайсыңдар, балалар. Енді келесі тапсырмамызға көшейік. Балалар, егер сен спортпен айналысам деп шешім қабылдасан, өз іс-әрекеттеріңді ретімен жаз. Ол спорттың қай түрі, таңдау себебін қандай, және тағы да басқа. Ал егер сен әлі спорт түрін таңдамаған болсан, төмендегі сөйлемдерді толтырып, орындауға тырыс. Сөйлемдегі бос орындарды толтыр. Жақсы. Тамаша, балалар. Сендер бұл тапсырманы өте жақсы орындадыңдар. Енді, балалар, біздің сыныбымыздағы бокс спортымен айналысатын екі бала сұхбаттасын. Енді, балалар, сабағымызды қорытындылайық. Бүгін біз қандай тақырыппен таныстық? Қыстық және жаздық спорт түрлерін кім ажыратып береді? Олимпиадалық ойындар соңғы рет қашан өткізілді? Жарайсыңдар, балалар, өте тамаша. Бүгінгі сабақты өте жақсы орындап, меңгеріп шықтыңдар. Енді сабақ мазмұны бойынша ойларыңды білдіріңдер. Қандай жаңа білімді алдың? Алған біліміңді қолдана аласың ба? Саған қиындық тудырған түсініктер қане? Кім өз ойын білдіреді? Жарайсыңдар. Ендеше бір сергіп алайық, рефлексиясын өткізейік. Балалар, егер бүгінгі сабақ сендерге ұнаса, тек тұрыңдар. Орташа деңгейде өтті десеңдер, жартылай отырыңдар. Ал мүлде ұнамаса, тұтастай отырыңдар. Жақсы, балалар. Енді үйге тапсырма жазып алайық. Әр түрлі дерек көздерден, ғаламтор ресурстары, қосымша әдебиеттер, үлкендерден сұрау арқылы белгілі бір спорт түрімен айналысу үшін қандай қабілеттер болу керек екенін анықтап келіңдер. Осымен біздің дүниетану сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет.